Mınаны аласыз ба не? Жүріңіз. Бетіңіз тартып береді ме? Бетіңіз тартып береді. Мұны бәрі алған. Балалардың ыстық тамағының сапасына қаншалық көңіл бөліп жатсыз? 6 ұстаз бізде конкурс негізінде жұмысқа қабылданды. Білім сапамыз 65%-ді көрсетіп отыр. Соны аласыз ба? Тараза келейін бе? Иә, тараза. Қазір ар жаққа барамыз ғой. Мынаны аласыз ба не? Жүріңіз. Жүріңіз өзіңіз. Алып. 7-10 жастағылар ғой, сол үшін алып. Бетіңіз тартып береді ме? Бетіңіз тартып береді. Мұны 0 болды. Ең үстіне соңғысына. Ал? 798, 96. İşte benden. 796. Несімен бірге, бәрмейлі, бәрі анау-шыны бірге. Ол не рост? 150 грамм. Иә. Бұл жерде 200-ден 98 грамм шықты. Осылана Жалпы бастауышта 1 мен 4 сыныптың арасында 415 бала тамақтанады, және әлеуметтік статустағы оқушылар 70 бала тамақтанады. Бірінші сменде, бірінші кезеңде 3 рет кіріп тамақтанады, 1-ші сынып пен 4-ші сыныптың арасындағылар. Одан кейін 2-ші кезеңде 3 рет кіріп тамақтанады. Графигі жасалынған, ас мәзірі бар, ас мәзіріне сәйкес тамақ беріліп жатыр. Күнде азанда сынама алынады, сынама 2 сутка тұрады. 2 сутка тұрады. Сынаманы әрқайсы бөлек-бөлек алынады. Макарондары бөлек, еттері бөлек, жаңа нелері, салаттары бөлек бәрі алынады. 2 сутка тұрады. Жалпы балалардың ыстық тамағының сапасына қаншалық көңіл бөліп жатсыз? Комиссияның состав бар. Күнде график түзілген, администрация бойынша 5 күнде 5, әкімшіліктен 5 адам не тұрады. Мен как әлеуметтік педагог ретінде күнде өшірдім. Күнде 3 рет түске дейін, түс қайта 3 рет кірем. Өзім боламын басында. Негізгі жұмысымның 80% осы ыстық тамақ. Бәрі су ағып тұр. Сабындар қойған, не жақтан келіп тұрасың? Үшеу қойған. Жалпы балдар тамақтануға келгенде жеткілікті. Жақсы. Жалпы мынау аймақтық баскетболдан біздің мектепте, бірінші мектеп гимназиясында аймақтық турнир өтіп жатыр. Оған Сайрам, Түлкібас, Төле би, Қазығұрт аудандары қатысып отыр. Сондықтан біздің мектеп орталықтан біріншіден, екіншіден спорт залымыз талапқа сай болғандықтан біздің мекемеде өткізіп жатыр аймақтық жарыстар. Қазір 4 команда келіп отыр, 4 ауданнан. Қазығұрт ауданынан келіп тұр, Құлмат Өмірәли мектебінен осы Төле би ауданына жарысқа волейболға. Командамыз жаңа 10 құрамда келіп тұр. Құда қаласа, балдар мына жерде тәжірибе алмасып жатыр енді. Себебі бізде баскетбол анау айтқандай дамымаған, енді мына Төле биге келіп балдарымыз көріп қызығып жатыр енді. Құда қаласа, баскетбол ойынын құда қаласа дамытамыз енді бұдан да. Жоғары деңгейге апарамыз деп отырмыз. Мен 8-ші сынып боламын. Осы баскетбол ойнап, көріп қайтып жүрміз. Біздің мектеп гимназиясында бүгінгі таңда 1063 оқушы, 49 класс комплекті және мектепалды даярлық 2 сыныбымыз бар. Сондай-ақ осы 1063 балаға сапалы білім беретін 102 ұстазымыз бар. Оның 33-і зерттеуші, 30-дан астам сарапшы мұғалімдеріміз бар. Жалпы қазіргі таңда мектебіміздің жағдайы жақсы. 900 орындыққа арналған 2 ауысымда жұмыс атқарамыз. Таза қазақ тілінде білім алады балдар. Мектептің қазіргі таңда заман талабына сай материалдық базасы жыл сайын нығайып келе жатыр. Президентіміздің арнайы білім саласына көңіл бөлуінің нәтижесінде қазір біздің мектебімізде жаңа заман талабына сай кабинеттер жасақталған. Оның ішінде LED экрандар, интерактивті тақталар деген сияқтының барлығы біздің мектепте бүгінгі таңда толық қамтамасыз етілген. Жалпы 2024-те 6 ұстаз бізде
конкурс негізінде жұмысқа қабылданды бос орындарға. Ол оқу ағарту министрлігінің 57-ші бұйрығына сәйкес конкурс комиссияның шешімімен қабылданды. Бізде енді қазір мектеп гимназиямыздың 2-ші тоқсан қорытындысы бойынша білім сапамыз 65% көрсетіп отыр. Бұл деген сөз өте жақсы. Құда қаласа, ол білім сапасын әрмен қарай тағы да жалғастырамыз. Сол бағытта бірнеше ұстаздарымыз еңбек етіп келе жатыр.